Қаламызға арнайы іс-сапарымен келген Ақмола облысының әкімі Мәлік Мырзалин есепті кездесу алдында жергілікті өндіріс орындарының жетістіктері бейнеленген арнайы көрмені тамашалады. Өңірімізде кәсіпорындар өнімдері қойылған көрме Степногорск қаласының даму қарқынын көрсетті. Содан кейін негізгі жиын барысы бастау алып, онда шаһар басшысы Еркебұлан Баяхметов 2018 жылдың әлеуметтік экономикалық даму қорытындыларын баяндады. Қала әкімінің ақпаратына сүйенер болсақ, өткен жылы Степногорск қаласы барлық дерлік көрсеткіштер бойынша жоғары нәтижелерге қол жеткізген. Өнеркәсіп саласы бойынша барлық мекемелерде өнім өндіру көлемі артып келуде. Кәсіпкерлік саласындағы көрсеткіштерде біршама жоғарылаған. Сәйкесінше жаңа жұмыс орындарының қатарда артқан сыңайлы. На рынке труда создано 732 постоянных и 197 временных новых рабочих мест, или 116,5%. Еңбек нарығында 732 тұрақты және 197 уақытша жұмыс орындары ашылды. Өткен жылы 2000-нан астам тұрғын еңбекпен қамтылды. Тұрақты жұмыссыздар деңгейі өткен жылғы көрсеткіште сақталып 0,2%-ды құрады. Ал нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасына 745 азамат кіріктірілсе, 5000-нан астам тұрғын түрлі әлеуметтік көмектермен қамтылды. Осылай деп мәлімдеген шаһар басшысы баяндама жалғасында өңірімізде жоғары көрсеткіштерге ие болған өзге де салалар жөнінде кең көлемді ақпарат ұсынды. Негізгі баяндама тыңдалған соң жерлестеріміз тарапынан Бестөбе кентінің экологиялық жағдайы, жаз айларында автобус бағыттарын саяжай аумағына дейін жүргізу, балаларды жеке медициналық орталықтарда қабылдау, орталық аурухана ғимаратынан алып тасталған сауда нүктелері, газ желілерімен қамтамасыз ету, диализ орталығын ашу және Бестөбе Степногорск тасжолының жөндеуіне байланысты туындаған мәселелер бойынша сауалдар жолданды. Өз кезегінде қала әкімі көтерілген сұрақтарға жауаптарын ұсынды. Жылдың жобасы 2018-19-20. Өткен жылда 823 миллион бөлінді, 25 километр салынды. Биыл 500 миллиона қаражат бөлінеді, 15 километр салынады. Басқасы 2020 жылда бөлінеді ақшасы. Кең көлемді жиналыс жалғасында жастар жылы мен қаламыздың 55 жылдық мерейтойы қарсаңында жоспарланған іс-шаралар барыста таныстырылды. Онда белгілі болғандай, елеулі мерекелер қарсаңында жерлестерімізге Қажымұқан Мыңғайтбаевқа арналған ескерткіші бар жаңа спорт алаңы қолданысқа беріліп, жастарымыздың қатысуымен түрлі бағыттағы шаралар ұйымдастыру жоспарда болса керек. Қорытынды есеп беру кездесу жалғасында сөз алған Ақмола облысының әкімі Мәлік Мырзалин өткен жылы атқарылған жұмыстарға оң бағасын беріп, бірқатар салаларды одан әрі дамыту керектігін алға тартты. Әлеуметтік маңызға ие азық-түлік тауарлар бағаларының өсуде назарға алынды. Тарифы неплохо поработали, в прошлом году снизили. Тарифтер бойынша жақсы жұмыс атқарылды, бірқатар төлемдер төмендеді. Соған қарамастан әлеуметтік маңызға ие тауарлардың 13 түрлеріне бағалар өсті. Сол себептен Степногорск қаласының маңайында ауыл шаруашылық өндірістерінің баршылығын ескере келе, бұл бағытта жұмыс жасау керек. Мұның барлығы мемлекет басшысы айтып өткен жолдауды жүзеге асыру аясында іске асуы тиіс деді аймақ басшысы. Сонымен бірге жергілікті денсаулық сақтау ұйымдарының қажетті медициналық жабдықтармен толық қамтылуда сөз болды. Очень низкий процент оснащенности медицинским оборудованием. Медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету деңгейі өте төмен. Сәйкесінше заманауи құрылғылар болмағандықтан білікті кадрларды жұмысқа тарту бойынша мәселе бар. Сол себепті биылғы жылы біз жаңа жабдықтарды алуды жоспарлаудамыз. Бұл жөнінде мәлімдеген облыс әкімі шаһар басшысына кәсіпкерлік саласында ұйымдармен жекеменшік серіктестікті дамыту сынды бірқатар тапсырмалар жүктеді. Жиын барысын қорытындылап, есепті кезеңде атқарған жұмыстар тұрғындардың бірігіп атқарған еңбектерінің жемісі екенін алға тартты. Өздеріңізге алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Қала әкімі өзінің докладында айтып шықты. Біздің облысымыздың экономикасында, жалпы промышленностьтің ішінде қаланың үлесі 20%-дан астам. Бұл бәрі де сіздің жұмыстарыңыз, сіздің үлесіңіз. Айта кеткен жөн мемлекет басшысының тапсырмасына сай жергілікті атқарушы билік өкілдері жыл сайын халық алдында өткен жылдың қорытындылары бойынша есебін жасайды. Биылғы жылы Степногорск өңірінде есептік кездесулер қаңтар айының 16 мен ақпанның 6 аралығында ұйымдастырылып, жалпы 15 кездесу жүзеге асқан.